Құрметті кандидат, президенттік жастар кадр резервіне іріктеудің кезекті құзыреттерді бағалау кезеңіне қош келдіңіз. Құзыреттерді бағалау 28 қазан 3 қараша аралығында өтеді және ол кандидаттың жеке қатысуымен офлайн режимінде өткізіледі. Үшінші кезең жобаларды таныстыру және эссе жазуға кірісуден бұрын сізден Нұр-Сұлтан қаласында өтетін құзыреттерді бағалау офлайн рәсіміне қатысу үшін ыңғайлы күн мен уақытты брондап қоюыңызды сұраймыз. Брондау рәсімі 2019 жылғы 23 қазаннан бастап 23 қазан сағат 22:00-ге дейін қолжетімді болады. Сізге Нұр-Сұлтан қаласында құзыреттерді бағалау рәсімінен өту күнін 2019 жылғы 28 қазан мен 2 қараша аралығынан таңдау ұсынылады. Өзіңізге ыңғайлы кез келген уақытты таңдаңыз. Құзыреттерді бағалау дегеніміз не және ол қалай өтеді? Құзыреттерді бағалау бұл кандидатты құрылымдап, кешенді және объективті бағалауға мүмкіндік беретін тапсырмалар, ойындар, сұхбат, тестлер және басқа да бағалау әдістерінің жиынтығы. Бағалау процесін өту барысында жұмыстың әртүрлі форматтары қарастырылады. Олар топтық және жеке. Бағалаудың барлық процесінің басы қасында арнайы оқытылған сертификатталған сарапшы бағалаушылар болады. Барлық сарапшы бағалаушылардың бағалауы нақты бекітілген өлшемдер бойынша жүргізіледі. Бағалау нәтижелері модельдеу жаттығуларын орындау кезінде көрсетілген мінез құлыққа негізделетін болады. Бұл кезеңнен өту үшін сізге қазақ немесе орыс тілін таңдау мүмкіндігі беріледі. Тіркеу кезінде топ тілінің көрсетілуіне мән беріңіз. Қазақ тіліндегі топ, орыс тіліндегі топ. Тіркеуден өткеннен кейін өзіңіз көрсеткен электрондық поштаға тіркеудің расталуы және Нұр-Сұлтан қаласындағы құзыреттерді бағалау орталығына шақырту жолданады. Егер сіз көрсетілген кезеңде тіркеуден өтпеген болсаңыз, сіз автоматты түрде бос орындар бар топқа жіберілесіз. Автоматты түрде бөлгеннен кейін сіз көрсеткен электрондық поштаға тіркелу туралы хабарлама мен бағалау рәсіміне қатысу үшін шақырту жолданады. Құзыреттерді бағалау кезеңі Нұр-Сұлтан қаласы Абай көшесі 33А мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ғимаратында өтеді. Жеке басыңызды куәландыратын құжатты және кадр қызметі растаған қызметтік тізімді өзіңізбен бірге алып келуді ұмытпаңыз. Сізді жауапты адам қарсы алып, тіркеу орнына алып барады. Сізге бағалау кезеңі бойы тағып жүретін атауды бейдж беріледі. Тіркеуден өту үшін сізге шақыруда көрсетілген уақытқа дейін кемінде 30 минут бұрын келу қажет. Кез келген кешігу себептері қарастырылмайды. Ескерту. Кандидат құзыреттерді бағалаудан тек бір рет қана өте алады. Ғимаратта болған уақытта қабылдаушы беруші электрондық құрылғыларды, оның ішінде ұялы телефондар мен өзге де электрондық жабдықтарды, қағаз тасығыштарды және басқа да ақпарат көздерін пайдалануға үшінші тұлғаларға беруге, сондай-ақ өзімен бірге алып жүруге тыйым салынады. Тіркеуден кейін ғимараттан шығып кетуге, ертіп жүруші адамсыз ғимараттың ішінде ары беру жүруге тыйым салынады. Құзыреттерді бағалау кезеңінен өтуге байланысты барлық шығындарды кандидат өз қаражаты есебінен төлейді. Көлік, тұру, тамақтану және тағы да басқа шығындар. Құзыреттерді бағалау шамамен 7 сағатты алады. Құзыреттерді бағалау кезеңінде қарастырылған барлық рәсімдер аяқталғаннан кейін сіздің нәтижеңіз 2019 жылғы 20 қарашада жеке кабинетте жарияланады. Тағы да ескертеміз, тұтынушы келісімімен мұқият танысып алыңыз. Және сәттілік тілейміз.